Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сендермен Сұлтан. Бүгінгі видеода мен сіздерге яғни жын туралы айтатын боламын. Бұл туралы сіздер не білесіздер? Көпшілігі бұларға сенбейді, ал көпшілігі сенеді. Негізінде көпшілігі елес дейді, жынды көрдім дейді. Бұндай жағдай ешқашанда болмайды. Яғни елес болса елесті көру мүмкін, бірақ жынды көру мүмкін еместігін айтып кеткенім үшін. Неге? Себебі олар параллельный, біздің әлемдік емес, керісінше екінші әлемде өмір сүреді. Бұл видео өте ұзаққа созылады, сол үшін соңына дейін қараймыз. Жалпы видеоны мен бірнеше бөлімдерге бөліп сіздерге толық түсіндіргім келіп тұр. Оқиғаның бәрі неден басталғанын. Жалпы деректерге сүйенетін болсақ, шын мәнінде Құранның өзінде жазылған деректер бойынша адамдар өмір сүрместен бұрын басқаша тіршілік иелері болды. Олар джин деп аталды, яғни жын, қазақша түрінде аударылғанда. Бұлар қазіргі біздің планетамызда мекен еткен тіршілік иелері. Ол кездерде мүлдем адамдарда болмаған айта кеткенім жөн. Оларды дүниеге жаратқан кезде бір-бірімен татуласып өмір сүрген жоқ. Олар бір-бірімен шайқасты, адам тәрізді тіршілік етпеді. Олар бір-бірін өлтірді. Сол үшін жалпы көмекке періштелер алғаш жеткен болатын. Деректерде бірнеше періштелер сол джиндармен шайқасты деп айтылған. Және де джиндарды періштелер қуып шықты. Сөйтіп жерді азат етіп кері қалдырды деген деректер бар. Одан кейін алғаш тіршілік пайда болды. Адам ата мен Хауана, яғни орысша Адам мен Ева дегенді естіген шығарсыздар. Солардың пайда болуына дейін өмір сүрген. Олардың дене тұрқы қазіргі кездегі адамдар сияқты емес, мүлдем өзгеше болып келді. Олар бу тәріздес болғанын айта кеткен жөн. Олардың шайқасынан кейін жалпы алғаш адамдар пайда болды. Бұл туралы мен келесі бөлімде шығарам. Ал бүгінгі видеода сол джиндар туралы келейік. Джиндар мен, яғни періштелердің арасында үлкен шайқас болды. Бұл шайқас адамдардың пайда болмастан бұрынғы, тіпті жердегі тіршіліктің пайда болмастан бұрынғы дейінгі кезеңді қамтыды. Ғылымда айтылады, адам маймылдан пайда болды. Маймылдың өзі бірнеше динозаврлардың ұрпақтары. Динозаврлар су тіршіліктерінің ұрпақтары деп айтады. Көпшілігі бұл теорияға сүйене отырып, Дарвиннің теориясы бойынша ешкім жаратушыға сенбеуі де мүмкін. Негізгі осындай аралықта адамдарда сенбеушілікте туындайды. Бірақ кейбір адамдар оған әлі де сенеді. Жалпы шынына келетін болсақ, мен сіздерге келесі бөлімде толығырақ айтатын боламын. Ал келесі бөлімде күткілеріңіз келсе, көргілеріңіз келсе, онда осы видеоға онлайн жинап тастайық. Жалпы шынына келетін болсақ, жындар бұлар қазіргі кезде бізге қарсы әлемде өмір сүреді. Яғни бұлайша бізді басқарып отырады. Біз сыйынсақ, олар керісінше қорқады деген сияқты деректерді айтсақ болады. Қазіргі кездегі адамдардың көпшілігі жамандық іс-әрекет жасау нәтижесінде жалпы жазаланады. Оларды жазалаушылар жын болып табылады. Тұзақ дегенді естіген шығарсыздар деп ойлаймын. Жалпы көпшілігі сенбейтін шығар, ал көпшілігі сенеді. Адамдар о дүниеде жұмақ пен тозаққа барады деген тәрізді. Бұл әрине менің өз басым шындық деп ойлаймын. Себебі бұл өмір уақытша және бұл алдағы уақытта болады. Тозақты туралы көп айтпай қойын, бұл өте қорқынышты жер. Тіпті адамның фантазиясы шексіз болса да, бұндай қорқыныштыны адам ешқашанда ойлай алмайды және ойлау мүмкін емес. Ондағы қиыншылық, азаптың өзі адамдардың қарапайым өмір сүріп жойылып кетуі ғана емес, жойылып қайтадан дүниеге әкеліп, өлтіріп қайтадан дүниеге әкеліп бірнеше қинайды. Білем, тақырыптан ауытқып кеттім. Бірақ сіздерге барынша түсіндіруге тырыстым. Демек, олар біздің жерге дейін өмір сүрген және оларды періштелер былайша айтқанда қудалаған. Бұл әрине деректер бойынша. Содан кейін адамдардың алғашқы тіршіліктері пайда болды. Әрине ең бірінші біз адамдар емес, оған дейінгі жануар тәрізді ұсақ тіршілік иелері пайда болды. Енді бұл видео өте ұзаққа созылып кетпеу үшін мен сіздерге келесі видеоларымда алғаш адамдардың пайда болуы қалай болды және де Дарвиннің теориясының қателігі мен шыншылдығы туралы айтатын боламын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, комментарийға жазып өтейік. Адамдардың пайда болуы маймылға байланысты болды ма? Әлде шынымен де адамдар өмір сүрместен бұрын осындай құдіретті күш иелері болып, олардың арасында ерекше шайқас болды және алғаш адамдар Адам ата мен Хауанадан пайда болды деп ойлайсыздар ма?
Бұл туралы өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Так, енді еске түсірейік. Сіздер көріп жүрген кейбір арабтың, түріктің аңыздарының өздерінде білетін шығарсыздар. Құмыраны ашқан кезде ішінен жын шығады және қалаған тілегіңді орындаймын дейді. Айтқанша олар бірнеше мың жыл бойы осында жаттым дейді, және мені ешкім босатпады, және сен босаттың, сол үшін тілегіңді орындаймын деп айтылған болатын. Демек, Құранда жазылған шын деп ойлайсыздар ма? Бұған дейін жиындар болып, және де осындай аңыздарға сүйене отырып, арнайы шығарған шығар. Кім біледі?